Әр адамның өз туған жері ыстық. Туған жердің қадірін туғалы түзге шықпаған елдегі адам қайдан білсін? Бала бойына өзінің елін, жерін, патриоттық сезімін нығайту ата-ананың басты борышы. Менің ұлым Нұргелді Айгөлек балабақшасының тәрбиеленушісі. Ол бос кезінде өз ауласында серуендегенді, үй шаруасына көмектескенді, доп ойнағанды, фотоға түскенді, ең бастысы былтырғы жылы карантинде үйде отырып өз достарына үйде отыруға, карантинді сақтауға үндеу жасаған болатын. Алдарыңызда Сағидолла Нұргелді. Үйде болды. Шықпа. Мен үйдемін. Нұргелді өте зерек, тіл алғыш, тәрбиешілердің айтқанын орындайтын, өз отанын, туған жерін мақтан етеді. Сәлем достар, мен атым Нұргелді. Мен Айбақты сақшы бұйым. Нәнелің тұғырын, ұзақ тұрсын ұмырын, үппәгінің ұзысын, сағып тасын сызғынын. Мен үстінде ұмыры татам. Мен өшкенде сөйет сарам. Өз елінің патриот ретінде Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арнап алма ағашын еккен болатын. Нұргелді өз елінің нағыз патриоты болатынына